Ресей Федерациясының Алтай өлкесіндегі Панкрушиха ауданы 95 жылдық мерейтойын атап өтті. Көршілес елді торқалы тоймен павлодарлық делегацияда құттықтап барды. Жүздесу Павлодар облысы мен Алтай өлкесінің арасындағы экономикалық және мәдени ынтымақтастық туралы келісімге негізделген. Шекараның арғы жағындағы мерекеге Шарбақты ауданының өкілдері атсалысты. Біздің елімізде қандай жақсылықтар бар екен көрсін, қазақтың қонақ жайлығын көрсін деп киіз үйдің есігін айғара ашып, қонақтардың дастархан жайып қарсы алып отырмыз. Мерекелері құтты болсын. Оның алдында біз өте үлкен қарым-қатынастамыз. Құлынды ауданы мен биылғы жылы Славгород қаласына барып келгенбіз. Міне шекарамыз кеңейіп, Панкрушиха ауданына да келіп жеттік. Панкрушиха ауданының 95 жылдық мерейтойы ұлттық мәдениет фестивалі форматында өтті. Мереке тойланған орталық алаңның төрінде қазақтың киіз үйі орнатылып, қонақтарға ұлттық тағамнан дәм берілді. Сондай-ақ қолөнер шеберлерінің көрмесі жергілікті халықтың зор қызығушылығын тудырды. Россия халқы жалпысы қолөнерге жақын, қолөнерді бағалайды. Сумкаларымды алып жатыр, сауда жүріп жатыр. Тақияны жақсы алып жатыр. 20 шақты тақия келген, міне 10 шақтысы қалды. Ұсақ сумка, үлкен сумка, бәрі набор сумкаларды шейін алып кетіп жатыр. Мы побывали в юрте. Біз киіз үйдің ішіне кіріп тамашаладық. Безендірілуі өте әдемі екен. Қазақтың дәмі ерекше, құнарлы, тәтті ұлттық тағамдарының дәмін татып көрдік. Адамдары да өте қонақжай, жылы шырайлы. Бізді мерекемізбен көрші елден келіп құттықтап жатқандарыңызға рахмет. Мереке деген жақсы ғой. Осылай бір-бірімізді қолдап, достықта өмір сүруіміз керек. Бір-біріміз туралы көбірек білуіміз керек. Очень много национальных блюд попробовали, такие как самса. Самса, құрт, қоспа тәрізді көптеген ұлттық тағамдардың дәмін татып көрдік. Бізге қазақтың киіз үйі ұнады. Өте жайлы және дизайны әдемі. Қолөнер шеберлерінің заттары да ерекше. Бізге Қазақстаннан қонаққа келіп жатқандарыңызға өте қуаныштымыз. Тағы да келіңіздер, күтеміз. Мы очень рады, что к нам приехали такие гости и ждем вас еще в гости. Да, приезжайте. Мында енді националист көп, немістер, украинстер де бәрі. Бізде қазақ районда біреуміз, бір ауыл. Біз енді қалмаймыз осындай неден. Кигіз үй тігеміз, не едеміз. Қазақша бәрін істеп, көңілден қаламыз. Мерейтойға қазақстандық делегацияны Панкрушиха ауданының құрметті азаматы Мойылжан Қанаев бастап барды. Еңбек ардагері кезінде Алтай экономикасын көтеруге атсалысып, Панкрушиха аудандық комитетінің төрағасы, ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы қызметтерін атқарған. Мойылжан Сүлейменұлы басшылық еткен жылдары алақандай қазақ ауылы Қызылту аудан бойынша астық жинаудан бірінші орын алған. Мереке күні жерлесіміздің осы еңбектері еленіп, сахна төрінен орын берілді. Бүгінгі өткізіп атқан тойымыз өте көңілді болып жатыр. Неге десең, осында отырған халықтардың барлығы, соның ішінде өзіміз қазақтарбыз. Қиыншылықтың бәрін бірге өтіп, бірге неткеннен кейін біздің достығымыз өте мықты болып жатыр. Соның ішінде мінекей куәгер болып, Павлодардан неден келіп отырмыз. Осы тойға қатынасып жатқан Шарбақты ауданының акиматына, несіне мен өте рахметімді айтам. Бұл той достық тойы, қайырымшылық тойы деуге. Неге десеңіздер, біз 30 жылы аштық жылдары біздің әке-шешеміз осында келіп, орын тепкен, осыдан күн көрген, күн бастаған. Содан бері біз осы ауылдан, екі ауыл Қызылту нәтсімен деген жерде біздің қазақтар соны күн көріп жатыр. Менің көргенім орыстардан біздің қазақтыңдағы жақсылық өмір бақи. Сол жақсылықтардың осындай достық несі жалғасып жатыр. Өйткені міне жуырда осындай қиыншылық уақытында біздің ауылымызға 7 шақырым жерде тұрғанға, оны айтпауға болмайды. Соны жол салды. Кәдімгідей оңды жол салды, көшені асфальтировать етті, жарық жүргізді. Осының бәрі енді қазір сол ауылдан жарты сағаттың ішінде сол ауру болсын, қай уақытта бірдеңе деді, осы районный больницаға алып келеді екен кісілерін. Баладары 7 шақырым жерге оқуға барады екен. Аталған жүздесу көршілес екі ел арасындағы экономикалық мәдени достық байланыстың нығая түсуіне үлес қосары анық. Шара барысында Мойылжан Сүлейменұлы мен Қызылту ауылының тұрғындары панкрушихалықтарға сый-сияпат көрсетіп, қазақы дәстүрмен шапан жауып, шашу шашты. Уже более 80 лет
Біз міне 80 жылдан астам уақыт қазақтар мекендейтін Қызылту ауылымен қоян қолтық достықта өмір сүріп келеміз. Президентіміз қойған міндеттерді бірге атқарып, өңірді азық-түлікпен қамтамасыз етіп, өнеркәсібіміз өркендеп келеді. Бір-бірімізге әрдайым көмекке келеміз. Все это мы делали вместе. Қызылту ауылының тұрғындарының ең басты ерекшелігі тәртіптері мен жауапкершіліктері. Еңбекқорлықтарын атап өткен болар едім. Олар Ресей Федерациясында басты заңын мүлтіксіз орындайды. Яғни барлық деңгейдегі аудандық, өлкелік және президенттік сайлауларға 100% қатысады. Олар мемлекет саясатын дұрыс түсінеді және оны нақты қолдап, орындалуына атсалысады. Жылына 60 000 тоннадан аса астық, 3 000 тоннадан аса сүт пен ет өндіретін Панкруших ауданы Алтай өлкесі экономикасында елеулі орынға ие. Жалпы саны 12 000-нан асатын тұрғындардың 5 000-ы аудан орталығында тұрады. Көп ұлттың өкілдері бірлік пен берекеде өмір сүріп жатыр. В нашем районе 5 базовых школ. Біздің ауданда 5 базалық мектеп бар. Оның ішінде 2 Панкрушиховская және Подонковская мектептері ұлттық білім жобасы бойынша 2 грант ұтып алды. Ауданда 5 еңбек сіңірген мұғалім бар. 13 мұғалім ұлттық білім беру жобасы бойынша грантқа ие болды. Бұл ауданның педагогикалық ұжымының өте күшті екенін көрсетеді. Ауданның денсаулық сақтау жүйесі де жақсы жұмыс істеп тұр. Орталық емхана, әрбір ауылда фельдшерлік амбулаторлық пункт бар. Мәдениет саласы қайта құруды бастан кешіп жатыр, бірақ аяқ алыстары жаман емес. Ауданда Сударушки және Элегия деп аталатын 2 халық ансамблі бар. Олар тек өңірлік конкурстарда ғана емес, халықаралық маңызы бар сайыстарда жеңімпаз атанып, ауданның абыройын асқақтатып жүр. Ауданда өнерлі адамдар өте көп. Соңғы 2 жылда ауылдық кеңестердің жұмысы жанданып, қоғамда белсенді өзгерістер болып жатыр. Ауылдарда жаңа ойын алаңдары пайда болды, клубтар жөнделді. Бүгінгі 95 жылдық мерейтоймен мен барлық жерлестерімді шын жүректен құттықтаймын. Мықты денсаулық, еңбекте табыс, отбасыларына амандық тілеймін. Мерекелеріңіз құтты болсын. Я желаю всем нашим жителям доброго здоровья, мирного неба, хорошего настроения, определенных достижений в любых сферах, где трудятся наши земляки. С праздником! Панкруших ауданының 95 жылдық мерейтойында әр ауылдық кеңес өздерінің төл шаруашылығының өнімдері мен қолөнер бұйымдарын, жеміс көкөністерін қонақтарға ұсынды. Ауданның шағын, орта және ірі кәсіпорындары жасаған ауыл шаруашылығы техникасының көрмесі өлкенің экономикалық әлеуметтік ахуалынан хабар берді. Мереке спорттық жарыстардан да кенде болмады. Шахмат, волейбол тәрізді шаралар ұйымдастырылып, мерекелік сауда қызды. Жиналған жұртшылық жергілікті және шарбақтылық өнерпаздардың концертін тамашалады. Ну, кто сказал, гармонь не в моде, кто сказал, что счастья нет? Как холщовую рубаху я рвану гармонь свою, и забыв про все на свете, я от счастья запою. Бұл той ерте ғасырлардан басталып, бұл күнге дейін жалғасып келе жатқан Қазақстан мен Ресей арасындағы көршілік татулықтың дәлелі, бейбіт өмір мен бірліктің дәстүрлі салты.